Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге красный бархат пирогының жасалу жолын көрсетемін. Алдымен каналға тіркеліп кетіңіздер. Керекті құрамдарының барлығын видеоның астында описанияға жазып қойдым. Алдымен ұнымызды електен өткіземіз, қопсытқышымызды, какаомызды салып, қолымызбен осылай араластырамыз. Енді бөлме температурасында тұрған сары майымызды алып, оны да осылай үстіне салып, қолымызбен араластырамыз. Енді 7-8 аз қасық суымызды 1,5 шай қасық красителімізді қосып, осылайна қолымызбен қамыр жасайтын боламыз. Міне барлығы осылайна бірігеді, ешқандай артық су, ұн қосудың қажеті жоқ. Міне 2-ге бөліп, қазір тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді кремін жасауға кірісеміз. Алдымен 20% қаймаққа шекерімізді және де 2 жұмыртқамызды қосып миксермен араластыратын боламыз. Менде 28 диаметрлік форма, соған поклан қағазын кигізіп, жаңағы тоңазытқыштан шыққан қамырымызды осылайна қолымызбен жайып шығатын боламыз. Және де жан-жағын вилкамен тегістеп, астын барлығын осылайна вилкамен тесіп шығатын боламыз. Енді үстіне кремін салып, не осылайна тегістеп жібереміз. Қолымызбен бір ұрғылап жіберсе, бетінің барлығы теп-тегіс болып шығады. Жаңа тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, бетін үккіштен өткізіп, пешімізге пісуге жібереміз. 180 градуста 40 минутқа піссе жеткілікті. Міне біздің пирогымыз дайын. Пирогты ысылай бірден кеспеңіздер. 2-3 сағатқа суытып алып, тоңазытқышқа салыңыздар. Содан кейін барып кессеңіздер, өте жұмсақ және де дәмі де ерекше болып шығады. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Осы видео ұнаса, астына пікір қалдырып, мені қолдап, лайк басып, сіздер де отбасыларыңызды қуантып жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.